Сәлем достар, бүгін мен сіздермен пирогтың екінші түрі, яғни бөлімі десек те болады, алмамен жасалған түрін ұсынатын боламын. Бір алмамызды осылай бөліп турап алдық. Енді бізге керекті заттар: 2 жұмыртқа, 1 шай қасық нан соды, 1 кесе қант, сұйық май және айран, 2 кесе ұн. Олай болса бастаймыз. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып отырыңыздар. Енді жұмыртқамызды осылай былғап аламыз. Енді осыған нан содымызды саламыз. Оны да былғаймыз осылай. Мен сіздер көріп отырғандарыңыздай. Енді қантымызды саламыз. Оны да былғаймыз. Қантпен араластырғанда өзі белгілі болады өзі. Осындай қою масса болып тұр. Енді сұйық майымызды құямыз. Сұйық майдан орта кесе құйсаңыздар да болады. Енді араластырып аламыз. Осындай әдемі болып тұр. Енді осыған айранымызды құямыз. Былғап аламыз. Үйде міндетті түрде жасап көріңіздер. Өте әдемі, үлпілдек алмамен пирогтарыңыз дайын болады. Енді осыған ұнымыздың жартысы бір салып аламыз. Сосын бұлғаймыз. Осылай былғап аламыз, араластырып. Сосын екінші бөлігін саламыз енді. Егер де заттарын осылай дайындап алсаңыздар, қазірде салып былғап пешке пісіруге болады. Екінші бөлігін салдық ұнымыздың. Енді бұлғап аламыз. Көріп тұрғандарыңыздай қою болды. Енді өзіміздің тапамызға, яғни саламыз, оның тапаны да кішкене майлап алған дұрыс, өйткені яғни пирог піскеннен кейін дайын болғанда алуға да ыңғайлы болу үшін мен өзім әдейі жұқалап жағып жіберем. Дәл осындай рецептпен сіздер үйден кекс жасауға да болады. Әдемі шығады, сондықтан бір рецептпен 2 нәрсе жасауға болады: кекс және пирог, алмамен және алмасыз. Дайын болды. Енді тапамызға саламыз. Өздеріңіз көріп тұрғандай мен жұқалап осылай май жағып алдым. Енді құямыз. Сіздер де ұмытпай үйден жасап көріңіздер. Әсіресе кешкі шайға, тамақтан кейінгі, таңғы шайға түнде істеп қойсаңыздар да болады. Үйдің балалар сүйсініп жейді осы пирогты. Алмамен әдемі болады. Сіздерге де жасап көруге ұсыныс білдіремін.
Егер де жасасаңыздар, міндетті түрде комментарий жазып, өз ойларыңызды білдіріңіздер. Енді осылай бетінен ақырын ғана бұлғап жібереміз. Енді құр алманы салу ғана қалды. Енді алмамызды міне осындай дайын күйінде аламыз да осылай салып шығамыз. Піскенде көресіздер алмамен қандай керемет болатынын. Сондықтан міндетті түрде жасауға кеңес беремін. Міне осылай алмамыздың барлығын салып шықтым. Міне қарасаңыздар. Осындай болды. Енді пешімізге саламыз. Біздің алмада жасаған пирогымыз осылай дайын болды. Міне барлығы піскен. Сіздер де жасап көріңіздер. Өте дәмді болады. Каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып отырыңыздар. Сау болыңыздар.